Тағы да ма? Деп күңкілдеді Глеб. Түсіндім. Глеб пен Романның тағдыры туралы бұл хикаяны ешбір өзгеріссіз және қысқартусыз, барынша дәл аударып бердім. Уақытша бақыт және өтелген уәде тағы да ма? Деп күңкілдеді Глеб, көліктің орындығына жантая кетіп. Ол көз алдындағы сәнді бутикке қарап отырды. Клиенттің әйелі тағы бір аяқ киімді киіп көріп жатыр. Бұл үшінші дүкен еді. Із кесуші шаршағаннан мұрнының үстін уқалап, бойын билеген таныс ашуды сезді. Бай, ерке әйелдің бір күнде жұмсайтын ақшасы, Глебтің полицияда істеп жүргендегі бір айлық жалақысынан көп еді. Мейрамханалар, бутиктер, сұлулық салондары. Глеб бұл сән салтанаттан қашқысы келді. Бірақ жұмыс, ал ақша бәріне керек. Тіпті әділдік бар екенін дәлелдегісі келіп, полициядан кеткен бұрынғы қызметкерлерге де. Ақша. Деп мысқылмен күлді ол. Әрқашан ақша. Осы ақшаның кесірінен Наталья кезінде заттарын жинап кетіп қалған еді. Алдымен ұсақ түйек ұрыстар басталды, кейін бәрі күрделенді. Тұрақты кезекшілік, қауіп-қатер, жүйке. Ал жалақысы көк тиын. Ол күтуден шаршады. Бір күні ауруханадан немесе мәйітханадан қоңырау шалама деп қорқудан шаршады. Кейін жараланды. Глеб машиналы түрде сол иығын ұстап көрді. Оқ әлдеқашан алынса да, жара жазылса да, иығы кейде сыздап тұрады. Ал ішкі дүниесінде бәрі бұрынғыдай бостық, өкініш пен кінә сезімі. Наташаның айтқаны дұрыс екен деп күрсінді ол. Сол оқиғадан кейін жұмыстан кету туралы өтініш жазды. Қорыққаннан емес, жай ғана түсінді. Жоғарыдағылар үшін адам өмірі ештеңеге тұрмайды. Ешкім рахмет айтпайды, ешкім еске алмайды. Тек жеке іс қағазыңдағы белгі ғана. Сосын бастықтардан сөгіс алды, өйткені істі соңына дейін жеткізбеген еді. Енді, міне, байларға жұмыс істеп жүр. Опасыздығын бақылау, компромат жинау. Тағдырдың тәлкегі. Телефон дірілдеді. Клиенттен сымс. Жаңалық күтемін. Глеб бейнежазбаны қосты. Әйел бутиктен шықты, қасында моделі бар жас жігіт жүр. Олар жасырынбай күліп қол ұстасып келеді. Міне, сен де келдің деп Глеб камераны бағыттады. Бірнеше суретке түсіріп, видеоға көшті. Әлгі екеуі қымбат көліктің жанында тоқтап, әйел жігітті құмарлана сүйе бастады. Глеб камераны өшірді. Осы да жетеді. Олар көлікке мініп кетті, Глеб арттарынан ерді. Олар қаланың шеткі ауданына 9 қабатты үйлердің біріне тоқтады. Глеб үйді, кіреберіс нөмірін түсіріп, тапсырыс берушіге жіберді. 1 минуттан соң ақша түскені туралы хабарлама келді. Оңай табылған ақша, бірақ көңілінде кірбің қалды. Глеб үйіне қарай тартты, бірақ жолда үйге барғысы келмейтінін түсінді. Бос пәтер, тыныштық. Ол жалғыз екенін тағы да еске салады. Ол жағалауға бұрылып көліктен шықты. Суық жел бетін қарып жатыр. Глеб темекі тұтатып қара өзенге қарап тұрып, тағы да сол баланы, Ромканы есіне алды. Операция сол түні басталған еді. Бір топ қарақшы байлардың үйін тонап жүрді. Кәсіби түрде, таза істейтін. 2 жыл ішінде ондаған тонау, миллиондаған шығын, бірақ бірде-бір ұсталған адам жоқ. Глеб сол топтың ішіне енді. Оған ақпарат берушілерді табу керек еді. Глеб олар сияқты қатыгез, ақша үшін бәріне баратын адам болып көрінді. Бірақ сол топтың ішінде біреу ерекшеленіп тұрды. Роман үндемейтін, сабырлы, 30 жастағы ер адам. Ішпейтін, іске салқынқанды баратын. Басқалар одан қатыгездігі үшін емес, оның ішкі күші үшін қорқатын. Бірде олар екеуі ғана қала сыртындағы үйдің сейфін ашуға барды. Рома құлыппен алысып жатқанда Глеб: «Сен мұнда қалай тап болдың? Қарақшыға ұқсамайсың» деп сұрады. Роман бірден жауап берген жоқ. Сосын күрсінді. Балалар үйінен шығып, бірден жаман ортаға түстім. 3 жылға сотталдым. Шыққан соң жаңа өмір бастаймын дедім. Бірақ сотталған адам кімге керек? Еш жерде жұмыс қалмады. Жүк тасушы болдым, құрылыста істедім, тиын-тебен таптым. Ал сосын бәріне қол сілтеп қайтып келдің бе? Бірден емес деді Роман басын шайқап. Бір қызды жолықтырдым. Сүйіп қалдым. Кейін оның жүкті екенін білдік. Оған жақсы өмір сыйлағым келді. Баламыздың өз үйі,
баспанасы болғанын қаладым. Жүк тасушының ақшасына қалай үй аламын? Сосын досым осы іске шақырғанда келістім. Ақша жинап алып, бұл істі тастаймын. Бір ауылға көшіп, бақша егіп, оларды бақытты қылсам дедім. Глеб үндемеді, бірақ іштей бірдеңе бүлк ете түсті. Бұл адамның табиғаты қылмыскер емес еді, ол жай ғана тығырыққа тірелген. Глеб түсінді. Операция аяқталғанда Ромка да бәрімен бірге сотталады. Жүйе оның отбасы үшін істегенін кешірмей. Бірақ күтпеген жағдай болды. Қарақшылар тобының арасында мент бар екені анықталды. Глебтің кім екенін біліп қойды. Топтың басшысы тапаншамен Глебке кезеп тұрды. Көмек әлі келмеді. Глеб бәрі бітті деп ойлады. Осы сәтте Ромка басшыға тап беріп, оны басынан ұрып құлатты. Төбелес басталды. Екеуі қарақшыларды байлап тастады. Глеб Ромкаға ризашылықпен басын изеді, бірақ сол сәтте оқ атылды. Басшы есін жиып, тапаншаға жармасқан екен. Глеб иығынан жараланып құлады. Ромка Глебті өз денесімен жауып үлгерді. Екінші оқ, үшінші оқ. Роман қасына құлап түсті. Көмекке келген топ қарақшыларды ұстады, бірақ Романы құтқару мүмкін болмады. Ол тек өлерінің алдында сыбырлап үлгерді. Осылай болатынын сезгенмін. Ақшаны картаға жинамадым. Банктен ячейка алдым, мынау кілті. Әйелімді тап. Оларды жақсы көретінімді айт. Глеб кілтті уысында қысып тұрып, жүрегінің езілгенін сезді. Бұл адам оның өмірін құтқарды. Ауруханадан шыққан соң Глеб іздеуді бастады, бірақ тығырыққа тірелді. Рома мен Люба ресми некеде болмаған. Қарақшылардың ешқайсысы оны көрмеген. Рома әйелін қызғанып, жасырын ұстаған. Мекен жайы, телефоны, ештеңе жоқ. Глеб барлық перзентханаларды, ауруханаларды аралады. Ешқандай нәтиже жоқ. Бірнеше ай іздеді, бірақ таппады. Ал кілт Глебтің қалтасында ауыр бір жүк болып жүре берді. Ол өзінің өмірін құтқарған адамға берген уәдесін орындай алмады. Еркек темекісін сөндіріп, көлікке қайта отырды. Жаны бос. Бүгін тапқан ақшасы да лас болып көрінді. Ол үйіне келе жатып, аялдамада тұрған жүкті қызды көрді. Ол жалғыз, ескі курткасына оранып тұр екен. Күн батып барады. Глеб тоқтап терезесін түсірді. Көмек керек пе? Жеткізіп тастайын ба? Қыз селт етіп. Рахмет, керек емес. Автобус қазір келет деді. Қандай автобус? 1 сағат болды ғой. Глеб күлді. Қорықпаңыз, мен маньяк емеспін. Қыз жақындады. Жас, шамамен 25-терде. Қарапайым киінген. Қайда барасыз? Сосновка. Ол қаладан 40 шақырым жерде ғой, отырыңыз, жеткізіп саламын. Қыз көлікке отырды. Рахмет сізге, автобус кетіп қалыпты, келесісі қашан келері белгісіз. Такси өте қымбат, ал менде әр тиын есептеулі. Менің атым Глеб. Менікі Люба. Олар үнсіз жүріп отырды. Сосын жолаушы сөйлеп кетті. Қалаға ауруханаға келгенмін. Біздің ауылда ештеңе жоқ. Әжем айтады. Қалаға барып не істейсің? Ал мен оған түсіндіремін. Маған жақында босану керек, дәрігерге қаралуым тиіс. Жалғыз тұрасыз ба? Люба үндемей қалып, сосын. Әжеммен ал күйеуім қайтыс болған деді. Кешіріңіз. Олар Сосновкаға қараңғыда жетті. Люба шеткі бір үйді көрсетті. Қанша беремін? Ештеңе керек емес. Қалайша? Сіз сонша уақытыңызды жұмсадыңыз. Мені үйде ешкім күтіп отырған жоқ қой, бәрібір деді Глеб мұңайып. Люба оған қарап тұрып. Ең болмаса шай ішіңіз деді. Үйдің іші жылы, жаңа піскен нанның иісі шығып тұр. Есіктен қарт әйел шықты. Әже, бұл Глеб. Маған көмектесті. Рахмет, балам, өт отыр. Олар ас үйге өтті. Глебтің көзі қабырғадағы суретке түсті. Ромка. Жас күлімсіреп тұр, қасында Люба. Бұл сіздің күйеуіңіз бе? Деп сұрады Глеб қарлығыңқы дауыспен. Люба басын изеді. Глебтің тамағына өксік тығылды. Ол тапты.
Ақыры тапты. Кешіріңіз, деді ол. Мен оны танитынмын. Люба жалт қарады. Ол өлгенде мен қасында болдым. Глеб қалтасынан кілтті шығарды. Ол мынаны сізге беруді және сіздерді жақсы көретінін айтуды өтінді. Люба кілтті дірілдеген қолмен алды. Көз жасы бетімен ағып жатты. Ол өлерінің алдында мені айтты ма? Иә, соңғы сөзі сіздер туралы болды. Глеб бәрін айтып берді. Ромамен қалай танысқанын, оның Глебтің өмірін қалай құтқарғанын және Любаны қалай іздегенін. Ол сіздердің өз үйлеріңіз болғанын қалады. Ол бәрін істеді деді Глеб. Алдымен Люба ақшаны алғысы келмеді, өйткені ол адал жолмен келмеген еді. Бірақ Глеб, байлар үшін бұл тиын-тебен ғана, маған сеніңіз деді. Содан соң келісті. Таңертең олар банкке барды. Ячейканы ашты. Байлар үшін аз болса да, Люба үшін бұл үлкен байлық еді. Бұл ақша үйге точно жетеді деп сыбырлады ол. Рома уәдесінде тұрған еді. Люба әжесінің үйін жөндеді, қалғанын болашаққа сақтады. Ұлы туылғанда атын әкесінің құрметіне Рома деп қойды. Глеб оларға жиі келіп тұратын болды. Алдымен жай ғана көмектесіп, үй жөндеуге қарасты, отын жарды, бақша қазды. Кейін бауыр басып кетті. Ол Любаны жақсы көріп қалды. Люба Рома айтқандай қарапайым, мейірімді, күшті еді. Глеб Рома алдындағы борышы үшін емес, оларды шынымен жақсы көргендіктен қасында қалғысы келетінін түсінді. Бір күні кешкісін Люба: білесің бе, Глеб, сен кетіп бара жатқанда менің жібергім келмейді деді. Глеб құлағына сенбеді. Сен жақсы адамсың. Рома да сенің бізбен бірге болғаныңа қуанар еді. Глеб оны құшақтап, ұзақ уақыттан бері алғаш рет өмірдің мәні барын сезінді. Жарты жылдан кейін ол Сосновкаға көшіп келді. Іс кесуші болып істегісі келмей, өз агенттігін ашты, сенімді жігіттерді жұмысқа алды. Көңілі тынышталды. Кішкентай Рома өсті, Глеб оған нағыз әке болды. Глеб 1 жыл бойы ақша жинап, сол ячейкадағы ақшаны толықтырып қайтарды, дәл екінші сәбилері дүниеге келген күні. Егер хикая ұнаса, лайк басып қолдау көрсетіңіз. Сіз үшін бірақ басу, мен үшін өте маңызды. Рахмет. Көліктің орындығына жантайы кетіп, ол көз алдындағы сәнді бутикке қарап отырды. Клиенттің әйелі тағы бір аяқ киімді киіп көріп жатыр. Бұл үшінші дүкен еді. Іс кесуші шаршағаннан мұрнының үстін уқалап, бойын билеген таныс ашуды сезді. Бай, ерке әйелдің бір күнде жұмсайтын ақшасы, Глебтің полицияда істеп жүргендегі 1 айлық жалақысынан көп еді. Мейрамханалар, бутиктер, сұлулық салондары. Глеб бұл сән салтанаттан қашқысы келді. Бірақ жұмыс, ал ақша бәріне керек. Тіпті әділдік бар екенін дәлелдегісі келіп, полициядан кеткен бұрынғы қызметкерлерге де. Ақша, деп мысқылмен күлді ол. Әрқашан ақша. Осы ақшаның кесірінен Наталья кезінде заттарын жинап кетіп қалған еді. Алдымен ұсақ түйек ұрыстар басталды, кейін бәрі күрделенді. Тұрақты кезекшілік, қауіп-қатер, жүйке. Ал жалақысы көк тиын. Ол күтуден шаршады. Bir күні ауруханадан немесе мәйітханадан қоңырау шалама деп қорқудан шаршады. Кейін жараланды. Глеб машиналы түрде сол иығын ұстап көрді. Оқ әлдеқашан алынса да, жара жазылса да, иығы кейде сыздап тұрады. Ал ішкі дүниесінде бәрі бұрынғыдай бостық, өкініш пен кінә сезімі. Наташаның айтқаны дұрыс екен деп күрсінді ол. Сол оқиғадан кейін жұмыстан кету туралы өтініш жазды. Қорыққаннан емес, жай ғана түсінді. Жоғарыдағылар үшін адам өмірі ештеңеге тұрмайды. Ешкім рахмет айтпайды, ешкім еске алмайды. Тек жеке іс қағазындағы белгі ғана. Сосын бастықтардан сөгіс алды, өйткені істі соңына дейін жеткізбеген еді. Енді, міне, байларға жұмыс істеп жүр. Опасыздығын бақылау, компромат жинау. Тағдырдың тәлкегі. Телефон дірілдеді. Клиенттен сымыс. Жаңалық күтемін. Глеб бейнежазбаны қосты. Әйел бутиктен шықты, қасында моделі бар жас жігіт жүр. Олар жасырынбай күліп қол ұстасып келеді. Міне, сен де келдің деп Глеб камераны бағыттады. Бірнеше суретке түсіріп, видеоға көшті.
Әлгі екеуі қымбат көліктің жанында тоқтап, әйел жігітті құмарлана сүйе бастады. Глеб камераны өшірді. Осы да жетеді. Олар көлікке мініп кетті, Глеб арттарынан ерді. Олар қаланың шеткі ауданына 9 қабатты үйлердің біріне тоқтады. Глеб үйді, кіреберіс нөмірін түсіріп, тапсырыс берушіге жіберді. 1 минуттан соң ақша түскені туралы хабарлама келді. Оңай табылған ақша, бірақ көңілінде кірбің қалды. Глеб үйіне қарай тартты, бірақ жолда үйге барғысы келмейтінін түсінді. Бос пәтер, тыныштық. Ол жалғыз екенін тағы да еске салады. Ол жағалауға бұрылып, көліктен шықты. Суық жел бетін қарып жатыр. Глеб темекі тұтатып, қара өзенге қарап тұрып, тағы да сол баланы, Ромканы есіне алды. Операция сол түні басталған еді. Бір топ қарақшы байлардың үйін тонап жүрді. Кәсіби түрде, таза істейтін. 2 жыл ішінде ондаған тонау, миллиондаған шығын, бірақ бірде-бір ұсталған адам жоқ. Глеб сол топтың ішіне енді. Оған ақпарат берушілерді табу керек еді. Глеб олар сияқты қатыгез, ақша үшін бәріне баратын адам болып көрінді. Бірақ сол топтың ішінде біреу ерекшеленіп тұрды. Роман үндемейтін, сабырлы, 30 жастағы ер адам. Ішпейтін, іске салқынқанды баратын. Басқалар одан қатыгездігі үшін емес, оның ішкі күші үшін қорқатын. Бірде олар екеуі ғана қала сыртындағы үйдің сейфін ашуға барды. Рома құлыппен алысып жатқанда Глеб: «Сен мұнда қалай тап болдың? Қарақшыға ұқсамайсың» деп сұрады. Роман бірден жауап берген жоқ. Сосын күрсінді. Балалар үйінен шығып, бірден жаман ортаға түстім. 3 жылға сотталдым. Шыққан соң жаңа өмір бастаймын дедім. Бірақ сотталған адам кімге керек? Еш жерде жұмыс қалмады. Жүк тасушы болдым, құрылыста істедім, тиын-тебен таптым. Ал сосын бәріне қол сілтеп қайтып келдің бе? Бірден емес деді Роман басын шайқап. Бір қызды жолықтырдым. Сүйіп қалдым. Кейін оның жүкті екенін білдік. Оған жақсы өмір сыйлағым келді. Баламыздың өз үйі, баспанасы болғанын қаладым. Жүк тасушының ақшасына қалай үй аламын? Сосын досым осы іске шақырғанда келістім. Ақша жинап алып, бұл істі тастаймын. Бір ауылға көшіп, бақша егіп, оларды бақытты қылсам дедім. Глеб үндемеді, бірақ іштей бірдеңе бүлк ете түсті. Бұл адамның табиғаты қылмыскер емес еді, ол жай ғана тығырыққа тірелген. Глеб түсінді. Операция аяқталғанда Ромка да бәрімен бірге сотталады. Жүйе оның отбасы үшін істегенін кешірмей. Бірақ күтпеген жағдай болды. Қарақшылар тобының арасында мент бар екені анықталды. Глебтің кім екенін біліп қойды. Топтың басшысы тапаншамен Глебке кезеп тұрды. Көмек әлі келмеді. Глеб бәрі бітті деп ойлады. Осы сәтте Ромка басшыға тап беріп, оны басынан ұрып құлатты. Төбелес басталды. Екеуі қарақшыларды байлап тастады. Глеб Ромкаға ризашылықпен басын изеді, бірақ сол сәтте оқ атылды. Басшы есін жиып, тапаншаға жармасқан екен. Глеб иығынан жараланып құлады. Ромка Глебті өз денесімен жауып үлгерді. Екінші оқ, үшінші оқ. Роман қасына құлап түсті. Көмекке келген топ қарақшыларды ұстады, бірақ Романы құтқару мүмкін болмады. Ол тек өлерінің алдында сыбырлап үлгерді. Осылай болатынын сезгенмін. Ақшаны картаға жинамадым. Банктен ячейка алдым, мынау кілті. Әйелімді тап. Оларды жақсы көретінімді айт. Глеб кілтті уысында қысып тұрып, жүрегінің езілгенін сезді. Бұл адам оның өмірін құтқарды. Ауруханадан шыққан соң Глеб іздеуді бастады, бірақ тығырыққа тірелді. Рома мен Люба ресми некеде болмаған. Қарақшылардың ешқайсысы оны көрмеген. Рома әйелін қызғанып, жасырын ұстаған. Мекен жайы, телефоны, ештеңе жоқ. Глеб барлық перзентханаларды, ауруханаларды аралады. Ешқандай нәтиже жоқ. Бірнеше ай іздеді, бірақ таппады. Ал кілт Глебтің қалтасында ауыр бір жүк болып жүре берді. Ол өзінің өмірін құтқарған адамға берген уәдесін орындай алмады. Еркек темекісін сөндіріп көлікке қайта отырды. Жаны бос. Бүгін тапқан ақшасы да лас болып көрінді. Ол үйіне келе жатып, аялдамада тұрған жүкті қызды көрді.
Ол жалғыз, ескі курткасына оранып тұр екен. Күн батып барады. Глеб тоқтап терезесін түсірді. Көмек керек пе? Жеткізіп тастайын ба? Қыз селт етіп. Рахмет, керек емес. Автобус қазір келет деді. Қандай автобус? 1 сағат болды ғой. Глеб күлді. Қорықпаңыз, мен маньяк емеспін. Қыз жақындады. Жас, шамамен 25-терде. Қарапайым киінген. Қайда барасыз? Сосновкаға. Ол қаладан 40 шақырым жерде ғой, отырыңыз, жеткізіп саламын. Қыз көлікке отырды. Рахмет сізге, автобус кетіп қалыпты, келесісі қашан келері белгісіз. Такси өте қымбат, ал менде әр тиын есептеулі. Менің атым Глеб. Менікі Люба. Олар үнсіз жүріп отырды. Сосын жолаушы сөйлеп кетті. Қалаға ауруханаға келгенмін. Біздің ауылда ештеңе жоқ. Әжем айтады. Қалаға барып не істейсің? Ал мен оған түсіндіремін. Маған жақында босану керек, дәрігерге қаралуым тиіс. Жалғыз тұрасыз ба? Люба үндемей қалып, сосын. Әжеммен ал күйеуім қайтыс болған деді. Кешіріңіз. Олар Сосновкаға қараңғыда жетті. Люба шеткі бір үйді көрсетті. Қанша беремін? Ештеңе керек емес. Қалайша? Сіз сонша уақытыңызды жұмсадыңыз. Мені үйде ешкім күтіп отырған жоқ қой, бәрібір деді Глеб мұңайып. Люба оған қарап тұрып. Ең болмаса шай ішіңіз деді. Үйдің іші жылы, жаңа піскен нанның иісі шығып тұр. Есіктен қарт әйел шықты. Әже, бұл Глеб. Маған көмектесті. Рахмет, балам, өт отыр. Олар ас үйге өтті. Глебтің көзі қабырғадағы суретке түсті. Ромка. Жас күлімсіреп тұр, қасында Люба. Бұл сіздің күйеуіңіз бе? Деп сұрады Глеб қарлығыңқы дауыспен. Люба басын изеді. Глебтің тамағына өксік тығылды. Ол тапты. Ақыры тапты. Кешіріңіз. Деді ол. Мен оны танитынмын. Люба жалт қарады. Ол өлгенде мен қасында болдым. Глеб қалтасынан кілтті шығарды. Ол мынаны сізге беруді және сіздерді жақсы көретінін айтуды өтінді. Люба кілтті дірілдеген қолмен алды. Көз жасы бетімен ағып жатты. Ол өлерінің алдында мені айтты ма? Иә, соңғы сөзі сіздер туралы болды. Глеб бәрін айтып берді. Ромамен қалай танысқанын, оның Глебтің өмірін қалай құтқарғанын және Любаны қалай іздегенін. Ол сіздердің өз үйлеріңіз болғанын қалады. Ол бәрін істеді деді Глеб. Алдымен Люба ақшаны алғысы келмеді, өйткені ол адал жолмен келмеген еді. Бірақ Глеб, байлар үшін бұл тиын-тебен ғана, маған сеніңіз деді. Содан соң келісті. Таңертең олар банкке барды. Ячейканы ашты. Байлар үшін аз болса да, Люба үшін бұл үлкен байлық еді. Бұл ақша үйге точно жетеді деп сыбырлады ол. Рома уәдесінде тұрған еді. Люба әжесінің үйін жөндеді, қалғанын болашаққа сақтады. Ұлы туылғанда атын әкесінің құрметіне Рома деп қойды. Глеб оларға жиі келіп тұратын болды. Алдымен жай ғана көмектесіп, үй жөндеуге қарасты, отын жарды, бақша қазды. Кейін бауыр басып кетті. Ол Любаны жақсы көріп қалды. Люба Рома айтқандай қарапайым, мейірімді, күшті еді. Глеб Рома алдындағы борышы үшін емес, оларды шынымен жақсы көргендіктен қасында қалғысы келетінін түсінді. Бір күні кешкісін Люба. Білесің бе, Глеб, сен кетіп бара жатқанда менің жібергім келмейді деді. Глеб құлағына сенбеді. Сен жақсы адамсың. Рома да сенің бізбен бірге болғаныңа қуанар еді. Глеб оны құшақтап, ұзақ уақыттан бері алғаш рет өмірдің мәні барын сезінді. Жарты жылдан кейін ол Сосновкаға көшіп келді. Іс кесуші болып істегісі келмей, өз агенттігін ашты, сенімді жігіттерді жұмысқа алды. Көңілі тынышталды. Кішкентай Рома өсті, Глеб оған нағыз әке болды. Глеб 1 жыл бойы ақша жинап, сол ячейкадағы ақшаны толықтырып қайтарды, дәл екінші сәбилері дүниеге келген күні. Егер хикая ұнаса, лайк басып қолдау көрсетіңіз.
Siz үшін бір ақ басу мен үшін өте маңызды. Рахмет.